Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Сәкен және Қазақ дос кланы. Сіздермен қайта жүздесіп отқаныма өте қуаныштымын. Көптен бері видео түсірмеген болатынмын, сол видеомды жалғастырып түсіретін боламын. Себебі осы жақында октябрь айының обновлениясы болды. Онда жаңа кланның война қосылды. Және міне көріпсіздер, кланы война дейді. Міне 7 күндік несі бар. Және соның тағы да нелері бар, приздары бар. Міне көріпсіздер, оның көптеген нелері болып тұр, өзгешеліктері. және бізге ана гоблиндер елінде бізге қосымша жаңағыдай бонустар берілді. Өте қиын, мен көпте ойнадым, өте ауыр, квадан да ауыр бұл. Мына көріп тұрсаңыздар, мына қараңыздар, мынада мынандай орлиновый артиллериялардың төртеуі, немесе жаңағыдай көптеген басқа да ловушкалар, адский башнялар өте көп қойып тастаған бұлар. Өте қиын бұны ойнау. Мен көрдім, үшеуге шейін келді, міне бір жұлдыздар жауып, біреулерін үшеуге жауып, менде сет қуыпты. Мынаны қарап сыр қызықты, мынау дракон деген финалда осындай болып шығып тұр. Біз осыған жасайтын боламыз, сіздердің неңлеріңізбен, сұраныстарыңызбен осыны атака жасап көретін боламын. Ал бісміллә, бастайық. Қандай қандай дракон, қандай да сет қуып тұр менде кішкене. Соған көретін боламыз, дракон қандай, және бұл өзімейтін дракон екен. Өтпісі дракон әлі өлгенде. Әлі өлген жоқ дракон. Өтпісі өте қиын бұл. Енді өлген. Убийца дракона дейді. Осы драконды өлтіріп, жаңағы не алатын бір кланда тамаша атакалардың бірі. Немен жасау керектігін көріп олыңыздар. Атыс дегендерін жаман мықты қылып тастаған бұл жерде. Мүлдем ойнап жаңағы жанына жолаудың өзі өте қиын. Бірақ мен сонда да бір жұлдыз алдым. Бір жұлдыз алып отырмын. Өткізді, кейін басқа бір әскеріне шығатын боламын. Қазірге осының атака жасау нәтижелер көрсетіп, мұны 1.250.000 алып отырмын. Драконды өлтіріп, кристалл алатын боламын. Жас көреміз, қанша кристалл береді. Мінекей. Так, мынадан және білеміз кристалды қалай беретін. Гигантский дракон деген болады, міне көріпсіздер, 20 кристалл беріп отыр. 3 жұлдыз, міне көрдіңіздер. Тамаша. Тағы бір обновленияда мына бір ловушка пайда болды, міне көрдіңіздер. Мынандай осындай нәрселермен өзгерістер болып жатыр. Қалған уровень сондай бірдеңелер болып жатыр. Кейінгі нелерді көрсететін боламын. Және сіздерге тағы айтайын, көп адамдар сұрақ. Жаңағы қазақтарда ешкім осы обновлениені түсірмеген. Және мына жерде мынандай нелерді көріпсіздер, астында 10-да 4 победа звезда деген бар. Түсінуге жаңағыдай, мысалы бір победа жасайтын болсаңыз 25 мындай золото береді, және әр жұлдызға 10-нан береді. Біздікі жаңа мастер лига болған деген үші мынаған алатын боламыз. Біздікі мастер лига көріпсіздер. Міне, және осыны қай жерде көреміз. Міне мастер лига осылай. Осы 7 командамен ойнайтын боламыз. Және тағы да осы сіздерде мынандай мынау жаңағы нені көріп тұрсыздар. Солтаны осымен арқылы жаңағы приздарын аласыздар жинап. Сол квадан. Және осы өткен ойындарда бір ква өтті бізде, соңғы кваны жеңіспен аяқтап, әрі осы мынау старый квамен қайырластық. Міне көріп тұрсыздар. Жеңіп, старый квамен қайырластық. Өте әдемі ойын болды бұл жерде. Алдыңғылардан ерекшелік жоқ. Сонымен мен сіздермен тағы да қоштасатын боламын. Келесі ойында осы ква туралы жаңағы жеке сұрақтарыңыз болса, тастап кетіңіздер, мен жауап беретін боламын.
сонымен қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Сәкен және Қазақ Туысы кланы.